Ассалаумағалейкум достар, менің қазір сіздерге бөлісейін деп жатқан тақырыбым, бұл өте маңызды тақырыптардың бірі десем де болатын шығар, өйткені суретті әрлеу бұл деген енді барлығымызға керекті, қыздарға да, ұлдарға да. Жаңағы мысалы мынандай суреттерді қазір осы суретті әрлеп көрейік. Жалпы мысалы өздеріңіз түсетін болсаңыздар да, кейбір кісілердің бетінде проблемасы болады, қара түсті адамдар болады, соны ағартамын дейді, бетінде өгірге болады, қыздар болсын, ұлдар болсын, жалпы бояйтын болады деген сияқты. Соның барлығын қазір сіздерге толық көрсететін боламын. Ол үшін сіздерге мына PicsArt деген приложение керек. iPhone ұстайтындар App Store'дан, не Android ұстайтындар Google Play'ден сақтап алсаңыздар болады. Жалпы ең бірінші жасайтынымыз, біз бірінші бетті тазалап отырсақ. Ол үшін беттегі бірінші, мысалы, бетті тегістеу дейін. Өгірей болатын болса, бірдеңе болатын болса, сондайларға. Бұл енді ағарту жағынан емес, тек қана беттегі өгірейлерді тегістеу. Ретуш дегенге кіреміз. Мына жерде тұр, мінекей үстін басамыз да, мына жақта лицо деген бар. Үстін басамыз. Сөйтіп керекті жерлерімізді былайынан сызып аламыз. Сол кезде сол жерлер міне қараңыздар, уже жойылып жатыр, көрдіңіз бе? Дәл осылай толық керекті жерлерімізді бояп аламыз. Мінекей осылай беттегі барлық жерді алып алдық. Енді астыңғы жағын былай жылтысаңыздар, беттегі жалпы тазаруы өзгереді. Мысалы енді барынша бұрмаймыз, ол жерде енді осылай сәл ғана жылтысақ болды, бетіміз сәл тегістелсе болды. Ал ары қарай апаратын болса, уже біртүрлі жаман болып кетеді. Сол үшін де қатты емес, осы 15-20-ның арасында примерно осы жерлер нормально. 22-23. Вот бет тегістелді. Бір сақтап аламыз. Бұл жерде біз енді тек қана бетті тегістедік. Енді бетті ағартатын болсақ, мына жақта тон кожи деген бар. Егер беттеріңіз жалпы қара түсті кісілер болатын болса, осылай істесеңіздер болады, мінекей ағарып жатыр. Онда да примерно өзіңізге керекті цветтерді таңдап аласыздар да, осылай бояп шығасыздар. Бірінші полный бояп алыңыздар, сосын барып ары қарай реттей бересіздер. Примерно осылай полный бояп алыңыздар бірінші. Одан кейін қолымызды боя салайық. Қолымызды ағарып тұрсын. Мінекей барлық жерін бояп алдық. Енді мына жерде астында 100 деп тұр ғой. Оны шамалы төмендетеміз, өйткені барынша апарып тастайтын болсақ, түріміз осындай жаман болып кетеді, қатты аппақ болып. Сол үшін де примерно басында бір нөлдің өзі осындай болып тұрады. Мен көп түсін өзінің светі қаралау кісі. Осылай жаймен жылтысаңыздар. Енді әркім өзіне қарай істей береді ғой, енді примерно қатты не алмай қойын. Осы жоға қоя салайын. Готов, сақтаймыз. Мінекей осылай. Сосын егер мына кісі орамалмен тұрғаннан кейін неғып тұр, қазір егер шаштарыңыз болатын болса, мына жерден шаштың светін өзгерте беруге болады. Қара түсті нелер шамалы одан сайын қанығырақ қылып қараны басып ше. Если не алатын болса, ручной деп не алсаңыздар болады, ручной қылып та. Мына жақта тоже бар. Көзді істеймін дейтін болсаңыздар, фигура келтірем дейтін болсаңыздар, коррекцияны басып, фигураны былай тартып істесеңіздер болады. Тісіңізді ағартуға болады, тіс көрінбей тұрған бұл жерде. Көздің цветін өзгертуге болады. Енді бұда бесплатный түрін көріп жатырмық. Біз қазір егер бұның платный версиясын басып алатын болсақ, бұл жерде вообще көп нәрсені жасай аламыз. Мына жерде тіпті күлмей тұрған адамның өзін күлдіріп істеуге болады. Тіпті ерінді, көзді бәрін бояй беруге болады. Готов деп сақтап алайық. Примерно осылай әдемі болып тұр осының өзінде. Енді бізге сәл нені не алайықшы, қысқартайық шан жағын. Квадрат қылайын ба, или 3-4 тұра берсін ба? Сәл қысқартым кеп тұр. Енді цвета коррекция жасайық. Бұл жерде енді біз алдыңғы видеода да көрсетіп кеткем. Бірінші біз бұл жерде түстерді шығарып алайық. Түстің өзін қанықтау қылып, мысалынан қараңыздар. Осылай жасап алыңыздар. Бірінші блюрді до конца түсіріп, қалғандарын көтереміз да, ең астындағы жаймен былай түсірсеңіздер, цветтері қанығырақ болады, қараңыздар. Адам бетте қызарып жатыр, астындағына көк түсті кітаптың да түсі олай өзгеріп жатыр, қараңыздар, қанық болып. Енді біз ең бірінші бетке жұмыс істейік. Мысалы барынша істейтін болса қып-қызыл кетеді ғой. Сол үшін де бірінші беттің өзін примерно осы 92-93-ге апарып қойық. Осылай бір сақтап алайық та, бірінші бетке жұмыс істейміз да, екіншісінде кітапқа жұмыс істейік.
ол кезде тоже барынша апарамыз да. Мысалы қай кезде кітаптың светі әдемі болады деген сияқты. Примерно осындай шамалы қанықтау қылып, үстінде киім светі де өзгереді деген сияқты. Ол дегенде жалпы табиғатта түскен болса әдемі шығады да. Примерно осылай қоя салайын. Енді осылай істейміз да. Енді беттің түсі қызарып кетті дейтін болсаңыздар, жоғары жағында өшіргіш тұр, үстін басасыз да. Мінекей бетті өшіріп тастасаңыз болады, тек қана бетті. Сол кезде киімнің түсі болсын, басқа жалпы қолда зат болсын, табиғат болсын, барлығының цветі осындай әдемі болып көрініп тұрады да. Беттің сол кезде бетте андай қызарып кетеді қатты. Сол бетті өшіріп тастасаңыздар осылай әдемі болып шығады. Қолды да өшіре салайын. Мінекей сол кезде осындай шықты, міне қанық, әдемі, өте әдемі шықты. Егер де тағы да ары қарай қосам дейтін болсаңыздар қоса бересіздер. Мен енді бұдан ары қарай ешнәрсе қосқым келіп тұрған жоқ, өйткені өте әдемі шығып тұр қазірдің өзінде. Ары қарай енді мына жақта көп істеймін дейтін нәрсеңіздер болса, давай деп тағы да фото қоса аласыздар. Мына жақта граница қоямын дейтін болсаңыздар, или мынандай бір светтер қоямын дейтін болсаңыздар, ол енді бұл жерге қатты керек емес. Кейбір жерлерде болады өзі қоятын жерлер, сондай жерлерге қоямын дейтін болсаңыздар. Жалпы түрлері өте көп. Осыны сақтап алсайық, сақтау үшін жоғары жағынан скотч деп. Мінекей бұл сақталды, ол уже галереяда тұр. Мінекей. Бұның алдында суретті де істегенбіз жаңа. Мінекей мынандай болып. Жалпы осылай PicsArt деген приложение осындай. Енді бұндай мәселелер енді көп адамға керек деп ойлаймын, өйткені көбі Android-пен түседі мысалы. Android-пен түскен кезде де мысалы мына жерде качествоны жақсартатын жерлері бар. Мінекей мына жағында басасыздар. Былай істесеңіздер де болады. Мысалы эффектке кіріп, эффекті деген басып, мына 1 дегенді басып таңдайсыздар да. Настройка істейтін кезде ең астындағы ғана жылжытсаңыздар болады. Ол шамаландай несін качество жағынан да яғни қанықтау қылғандай не көрсетеді. Или болмаса мына жақта инструменты дегенге кіресіздер да. Так, настройкаға кіресіздер. Сосын мына жерде тұр. Четкость деген. Соны бассаңыздар тоже осылай қанықтау көрінеді. Біздікіне керек емес сияқты, өйткені біздікі iPhone-мен түскеннен кейін бізде әдемі болып көрініп тұр. Ол енді Android-тарға қатты керек. Мінекей осылай сіздер де жасаңыздар. PicsArt деген приложение мінекей осылай жазылады. PicsArt деп Google Play мен App Store-дан жүктеп аласыздар. Олай болса келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер.